қызғаныш бет тоқтырап кетерлік. Міне 30-шы жылдарда, 20-ші жылдарда біздің татар тарихын қайтару үшін бірнеше генә язушы тұтырым қарайды. Ғазиз Ғыбайдуллин һәм Махмуд Галәү һәм икісін де атап өтірәлер. Тарихқа, татар халқының тарихына қағылу, оны көтеру Мәскеу тарафынан шул хәтле қорқыныш. Оларға біз Идегай достары бойынша 44-ші жылғы постановление білеміз бейт. Алтын Орда тарихын көтермеске, татар милләтінің ханларын көтермеске, Қазан ханлығының тарихын көтермеске, һәм башқалардан білеміз. Міне бұлар бит әлі ул постановление ЦК КПСС ябышқанчы уқ. Бұлар енді өзлерінің натурасында, өзлерінің өмірлері біле төлеп, міне бұл пыткаларны, міне бұл сынауларны өтіп қарайлар. Өтелер һәм башларын салалар. Міне соңа көре бұлар башлап жіберушілер, шешме башында тұрышы кішілер, һәм икісі де ненде фажиғалы тамырлаған кішілер. Икісі де Махмуд Галәүнің бит нәрсесі біле бізге қадірлі. Біздің бит bütün yazışlarımız Tataristan granitsini atlap шығарға қорқалар. Татарстанның шегін атлап шығарға қорқалар. Onun үшін олардың қинасы бар. Біздің миллет әлі қойларға таралған. Шуңа көре, татар миллеті деп сөйлешесің екен. Сен Орша районы территориясы, яки Орша районындағы Мұншадан жырағырақ кетеді. Сен бит жазырға теш бүтін Россия территориясы бойынша. Біздің бит Ноғай Ордасы, яки Сібір ханлығы, яки Астархан ханлығы, Қасим ханлығы, Қырым ханлығы шетінеке түгел. Біздің Ғазиз татар миллетінеке. Шуңа көре, Урыс дейіне бұйсанып, большевиклар партиясы түсіп берген, һәм бүгін Қорағыршы шовинистар түсіп берген тарих китабы бойынша оқытма бала шағаны. Сен оқыт бүтін татар миллетінің тарихын. Әгер де сен Тоқтамыш ханды татар деп айтасың екен, һәм Ұлық Мұхаммедні, яки Сахиб Гарай, Софа Гарайларны, Ибрахим ханларны, Халил ханларны татарлықы деп айтасың екен, сен Ирақ қарақ шумда, олардың қында Тоқтамыштың бабасында татар деген, һәм барып шық Батый ханға. Міне шуннан аңлашылар шын тарихын, асыл тарихын, миллетін. Міне Махмуд Галәү Татарстан шегін атлап шыққан кіші өзінің мұхажирлері білен, бұлған шық еллары білен. Чүнки бұл романның нендей тәсірді яза. Чүнки 90-шы елларда ақыртып мәдреселерге рус тілін кірту башлана. Міне қазіргі кібігік бүгінгі 309 законлар ұйындыл тек уақытта қабыл етілген еврейлер алар. Бұндан 100 жыл елік. Hem de şu okutuşlarga Rus tilinden imtihan veriyor. То есть mullalarga eğer de sen Rus tilinden imtihan verir misin? Yani sana mullalıkka ukaz verilmiyor. Yani sen medresede balalar okutırga ruhsatın yok, benim iş prava. Buna şu bütün tüyular hem şuna açılamayınca. Bunlar bizim eğer Tatarlar irik izlep koşalar Türkiye'ye. Hem Mahmud Галәү шушы шикне атлап чыгып, безнең татарлардан Төркиягә дә бара. Һәм кайда, нинди авыл, ничә китереп сыйныш табып, ничә китереп урнашалар, шуның бөтенесен өйрәнеп, изучать итеп йөри. Менә безнең язучыларга бүгенге көндә дә үрнәк. Җитте, син Орша районының мунчасын ташлап тор инде туган кайым. Татарның артыннан бар, син чит илгә чык.